Ассалам алейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Владимир Путиннің елінде, Владимир қаласындағы Ресейдің 51-ші арсеналында жарылыс болыпты. Енді оны мен кеш айтайын дегенім, уақыт болмай шаршап ұйықтап қалып жетіппін. 51-ші арсеналында жарылыс болған. Енді оны біздің арыстың жарылысы сияқты ішіндегі қызметкерлердің қателігінен деген сияқты қылып айтыпты. Енді бірақ енді мен білмеймін енді. Ол жерде енді бір ақпараттарда 100 мың тонна оқ-дәрі болған, бір ақпаратта 150 мың тонна оқ-дәрі болған дейді. Одан кейін тағы бір ақпарат шықты, бірақ оны мына Ресейдің хатшысы Песков өтірік деп айтты. Ол қандай ақпарат десеңіздер, батыстың ақпараттары мен деген белді ақпараттар жазған екен. Владимир Путин Қырымды Украина және Америка бүкіл әлем мойындасын, Ресейдікі деп, біз басып алған 4 облыстан шығамыз дегенге келтіріп айтқан екен. Бірақ оны мынау Песков өтірік деп айтты. Не болса да соғыс аяқталайын деп тұрау деп ойлаймын. Бірақ Зеленский де айтыпты, біз Қырым Ресейдің жері, біз оған оны мойындамаймыз. Өліп кетсең өліп кет деген ғой. Өліп кетсең өліп кет, біз мойындамаймыз. До конца бар десең, до конца барамыз. Ал осы жерден қоямыз, сен шық, біздің басып алған жерден бізді атпаймыз дегенге келтіріпті. Утекер ма кім еді аты? Вообще кімнің елшісі? Елшісі дейін Трамптың ағайындары, жанында жүрген достары дейміз ба? Елшісі ғой енді. Сол тағы Ресейге келе деген, ол тағы ақпарат жариялады. Енді осы барғанда бір келісімге келмесе, Америка бұл ойыннан шығады депті. Ойын болғанда соғысқа қатыспайды. Не болсаң о бол, күл болмасаң бүл бол, мен жемеген қарын боғымын пісін, өздерің енді қырылысасыңдар ма, Европа мен Украина бірігіп Ресейге жабыласыңдар ма, өздерің білесіңдер депті. Одан мынау Лавров деген сыртқы істер министрі Өзбекстанға барыпты, мәңгілік алауға барып, тағзым еткен, үйткен. Сөйтсе, өзбектер орысша емес, барлығын өзбекше жазып қойған ғой, сөйтсе соған ренжіпті. Русский бірді таптадыңдар деп. Молодец, өзбек ағайындар. Жасын, не алады орысшаны? Орысша болмаса, өзбекше болмаса ағылшынша жасын. Орысша жазбай қойсын, қуанып тұрмын өзім. Енді Қырғызстанда білмеймін, Қырғызстанда да көп нәрселер қырғызша жазылады деп ойлаймын. Біздің елде екеуі де жазылады деген сияқты ғой. Сол қазақша орысша жазбаңдар деп ренжіпті. Ренжісең ренжі депті, болмаса қайтып кет депті. Сонымен Украинада да сондай басталған ғой. Орыс тілін таптап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Соңғы осындай 3 күнде басып аламыз деген темамен басталып, 3 жыл болды әлі сорлап жатыр ғой. Жалпы сол Украина мен Ресей осы Американың елшісі барған кезде келісімге келе ме, келмей ме, басып алған облыстардан артқа шегініп шыға ма, шықпай ма, ол белгісіз. Тып-тыныш, қол тимей жатыр ақпарат ақтаруға. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.